UFC тарихында алтын белбеуді иеленген жүздеген жауынгер болды. Бірі уақытша чемпион, бірі даусыз король. Бірақ уақыт өтті, кейбірінің аты өшті. Кеше ғана чемпион болғандар бүгін естен шығып бара жатыр. Ал енді бір сұрақ: белбеу алмай-ақ аңыз болуға бола ма? Нейт Диас ешқашан UFC чемпионы бола алмады, бірақ оның есімі белбеуі бар талай чемпионнан да қатты естіледі. 30 жыл бойы ФБР Калифорниядағы Стоктон қаласын ақш-тағы қылмыс деңгейі ең жоғары қалалардың қатарына қосты. Жыл сайын мұнда 3000-нан астам ауыр қылмыс жасалады, ал тұрғындардың 25%-і кедейлік шегінде өмір сүреді. Стоктон заңсыздық пен жоқшылықтың бейнесі еді. Дәл осындай орта Нейт Диасты қалыптастырды. Болашақ жауынгер қаланың шетінде орналасқан шағын үйде анасы, ағасы және қарындасымен бірге өсті. Отбасы әрең күн көретін, сондықтан Нейт бала кезіне жоқшылық пен аштықты бастан өткерді. Біздің үйде дұрыс тамақ сирек болатын. Тоңазытқышта көбіне нан, кетчуп пен тұз ғана жататын. Анам үйге көбіне фастфуд әкелетін. Біз үнемі аш жүрдік. Жейтін болсақ жанармай бекетіндегі гамбургер мен картоп қана. Нейттің балалығы Стоктонның ең қауіпті аудандарының бірінде өтті. Халқы 60 000 адам болатын сол аймақта 5-ге жуық қылмыстық топ әрекет етті. Әр 5-ші тұрғын ұйымдасқан қылмысқа қатысы бар деп саналатын, ал жыл сайын атыстардан ондаған адам қаза табатын. Диас жастайынан көше өмірінің қаталдығын көріп өсті. Бүгінде ол туған қаласын жаман жағын сипаттағанды ұнатпайды, бірақ көшедегі қатыгездік оған үлкен әсер еткенін мойындады. Қауіпті жерде өстім деп айтқым келмейді, бірақ қазір бәрі солай мақтанады. Стоктонда шынымен сұмдық жағдайлар болатын. Көшенің ортасында топ-топ болып төбелесіп, кейін біреуін атып кететін. Мұндай ессіздікпен күн сайын бетпе-бет келдім. Мектепте Нейт жүгірумен және жүзумен айналысты, бірақ спортқа қатты берілген жоқ. 12 жасында жергілікті дәмханада жұмыс істей бастады. Бос уақытында хип-хоп тыңдап, достарымен уақыт өткізетін. Жекпе-жекке дейін әртүрлі жерде жұмыс істедім, бірақ көбіне 2 аптадан кейін шығып кететінмін. Маған ұнаған жалғыз жұмыс бургер жасайтын жерде болды. Алғашында грильде істедім, кейін бір қателік жасап кассаға ауыстырды. Сол уақытта ағасы Ник мектепті тастап, жекпе-жек өнерімен шыңдап айналыса бастады. Нейт бастапқыда оның қызығушылығымен бөліспеді, бірақ бір төбелес бәрін өзгертті. Ник әрқашан өмірде не қалайтынын білетін. Мен оқып жұмыс істеп, достарыммен жүргенде ол тынымсыз жаттығатын. Бір күні төбелесіп қалдым. Бұл туралы Ник естіп қойды. Ол мені жаттығуға баруға мәжбүр етті. Барғым келмеді, бірақ ол менің қалай нашар төбелескенімді айтты. Ұялып амалсыздан келістім. Ағасының бақылауымен Нейт бокс пен джиу-джитсумен айналыса бастады. Алғашында ештеңе шықпады. Басында жаттығуға қызықпадым, әрі топтағы ең нашар шәкірт едім. Бірақ жаттығудан кейін үлкендер бізге бурет алып беретін. Үйде аш отырғанша залға барып жаттығып тойып жегенді таңдадым. Алғашында тек тамақ үшін барған Нейт уақыт өте келе жекпе-жекке шын мәнінде қызыға бастады. Ағасының жолын қуып мектепті де жұмысты да тастады. Бар күш-жігерін жаттығуға арнады. Бала кезімнен болашағым туралы ойланатынмын, бірақ кім болатынымды білмедім. Сол ойлар кейде ақымақтық жасауға итермелейтін. Жекпе-жекке келгенде тәртіп таптым, мақсат таптым, өмірімнің бағытын түсіндім. Апта ішінде ағайындылар Ричард Перрис залында және Цезарь Грейс академиясында жаттықты. Демалыс күндері үйде дайындалатын. Ник өз бөлмесіне шағын жаттығу залын жасап алған. Күні бойы шеберліктерін шыңдап, кейін ескі жекпе-жектердің видеокассеталарын қарайтын. Мені көбінесе Ник басқарып отырды. Ол не айтса соны істедім. Үйімізге үнемі онымен күш сынасқысы келетіндер келетін. Сонда ол әуелі інімді жең, содан кейін менімен шығасың дейтін. Кейде Ник бөлмеме баса көктеп кіріп оятып алып, сен мына жігітпен төбелесесің дейтін. Мен ұйқымнан тұрып барып төбелесетінмін. 2001 жылы Ник кәсіби ММА-да сәтті дебют жасады. Нейт те ағасының жолымен жүргісі келді, бірақ өзіне сенімсіз болды. Ол өзін жұдырықтасуға жеткілікті деңгейде мықты емеспін деп ойлайтын. Алайда бұл жолы да іске ағасы араласты. Ник оны өз күшіне сенуге мәжбүр етті. Біз достарымызбен жиі аулада бокстасатынбыз. Бір күні жұпқа бөліндік. Ник мені Бартпен шығарды. Барт бәрін нокаутқа жіберетін досым еді. Спарринг басталғанда ол маған ауыр соққылар жасай бастады. Ник сырттан оңға жылдырды, хук соқ деп айқайлап тұрды. Ол жақындаған сайын мен сол комбинацияны жасап, дәл басына тигізіп отырдым. Ақыры ол құлап түсті. Сол сәтте мен кез келген адамның тасталқанын шығара алатынымды түсіндім. Нейт ММА ережесі бойынша алғашқы жекпе-жегін 17 жасында өткізді. Жалаң жұдырықпен өткен бұл айқас күрес залында ұйымдастырылды. Қарсыласы 40 жастағы ер адам болатын. Нейт одан 2 есе жас, әрі салмағы да жеңіл еді, бірақ қарсыласына еш мүмкіндік бермеді.
Келесі бір жыл ішінде Нейт кәмелетке толмай тұрып 12 әуесқой жекпе-жек өткізіп, кейін кәсіби деңгейде шығуға құқық алды. Ол кезде Диас тегі ММА әлемінде таныла бастаған еді. Бірақ енді жұртшылық Стоктонның бұзақысының інісімен танысуы керек болды. 2004 жылдың күзінде 19 жастағы Нейт Калифорниядағы УЭК ұйымында дебют жасады. Қиын өткен жекпе-жекте ол мінез көрсетіп, соңғы раундта жеңісті жұлып алды. He's doing all this without a struggle. Oh, he just repositioned. That's it. He just repositioned himself, and he got it. You see that? Дебюттен кейін Нейт Жапонияға аттанды, бірақ панкрейс ұйымында жеңіліп қалды. Кейін Калифорнияға оралып, Strikeforce турнирінде жеңіспен қайта оралды. Something to get out of that. He's just getting pounded on right now. Oh, yeah, it's over. It's over. Yeah, that is it. Herb Dean does calling it. Одан соң УЭК-тің 20-шы турнирінде тағы нокаутпен жеңіске жетті. Ал келесі айқаста өзінің сүйікті самбешін әдісін қайталады. Hurley standing back up into a standing guillotine. We get Hurley to tap out here in the second. Okay, then he taps out. That's it. That's it. Нейт үлкен әлеуеті бар екенін дәлелдеді, бірақ көпшілік үшін ол әлі де Нейт Диастың інісі ғана еді. 3 мерзімнен бұрын жеңіс Нейтті УЭК-тің жеңіл салмақтағы чемпиондық белбеуі үшін айқасқа алып келді. Ол жүзу-судан қара белбеу иегері 6 рет қатарына мерзімнен бұрын жеңген Хермес Франкменмен кездесті. Нейт бірінші раундта чемпионды соққының астына алды. Diaz throwing some combinations in here. Might get a trip here and he gets it. But not to commit to ground warfare. Алайда екінші раундта қателік жіберіп, соның өтеуін ашық түрде тартты. He's got him. He's got him. He's got him. Herman Sparker's done it. He reached in a little much. 2007 жылдың қысында ағасының ұсынысымен Нейт The Ultimate Fighting Show'ның 5-ші маусымына қатысты. Бұл маусымның жаттықтырушылары Джеймс Пульвер мен BJ Penn еді. Нейт 4-ші болып таңдалып, Пульвер командасына түсті. Таф ережесі бойынша қатысушылар маусым бойы толық оқшаулануда бір үйде тұрды. Мұндай жағдайда жауынгерлердің тіл табысуы қиын, әсіресе мінезі қызу жігіттерге. I walked out to the pool house and I saw it said Team Pulver suck it. That goes to whoever wrote it. Not the house. Not the house. Not the house. Not the house. Yo, on the house. 5-ші маусымда күлкілі сәттер көп болды, бірақ басқалар көңіл көтеріп жүргенде Нейт барынша салмақты болды. Продюсерлер оны қандай да бір шу шығаруға итермеледі, бірақ олардың қолынан келгені Стоктонның телефон кодын үйдің әр жеріне жазып шығу ғана еді. Threw it up there. That's my city. That's my hometown. 209 Stockton, Lodi. Маған біз The Ultimate Fighting-ге төбелесу үшін емес, ақмақ болып шоу жасау үшін келгендей көрінді. Жігіттер бос нәрсемен айналысып жүрді, ал мен тек жекпе-жектер туралы ойладым. Шоудағы алғашқы қарсыласы Роберт Эмерсон болды. Нейт оны әдейі таңдады және Стоктонда сөз үшін жауап беретінін көрсетті. Келесі қарсыласы командадағы серіктесі Кори Хилл. Бірінші раундтың ортасында Нейт ұзын бойлы қарсыласын партерге түсіріп, 3 бұрыш әдісімен жеңді. Жартылай финалда ол маусымның басты фавориті Грейм Мейнардпен кездесті. Бірінші раундта қиналғанмен, екінші раундта басаманы өз қолына алып, қарсыласын гильотин әдісімен тұншықтырды. Финалда Нейт дзюдодан 8 дүркін ұлттық чемпион Мэнни Гамбуриямен шықты. Бірінші раунд тартысты өтті. Екінші раундтың басында Гамбуриян иығын жарақаттап, жекпе-жекті жалғастыра алмады. Нейт жеңімпаз деп танылып, UFC-мен 6 таңбалы келісімшартқа қол қойды. Дегенмен ол реалити шоудан ерекше әсер алмады. Шоудағы жеңістен кейін 22 жастағы Нейт жеңіл салмақ дивизионының қатарына қосылды. Келесі бір жыл ішінде Диас 3 жекпе-жек өткізіп, қарсыластарының барлығында тұншықтыру әдісімен жеңді. Үш мерзіміне бұрын жеңістен кейін Нейт алғаш рет UFC турнирінің басты жекпе-жек ретінде басқару мүмкіндігіне ие болды. Стоктондықтың қарсыласы тәжірибелі ардагер Джош Нир еді. Бұл Диастың мансабындағы ең үлкен сынақтардың бірі болатын, бірақ жас жауынгер тағы да жарқын өнер көрсетіп, қарсыласын тоқтатты.
He has that judo throw he was looking for. Nate Diaz finishes with a flurry. Бұл жеңіс Нейтті титулға үміткерлер қатарына қосты, алайда содан кейін оның ұйыммен келіспеушіліктері басталды. Компания Нейттің супер жұлдыз бола алатынын түсініп, қатал Стоктың жігіті бейнесін медиада белсенді түрде насихаттағысы келді. Дана Уайт оны түрлі жарнамалық және ойын-сауық шараларына шақыра бастады, бірақ Нейт табанды түрде бас тартты. Төртінші жекпе-жегімді қатарынан жеңгеннен кейін Дана Уайт маған үнемі хабарласып, Нейт Лас-Вегасқа барып покер ойнайық, Бостонға Everlast концертіне ұшайық деп шақыратын, бірақ мен көбіне бас тартатынмын. Мен тым жас едім, мұның бәрі не үшін екенін түсінбедім. Тіпті покер ойнауды да білмейтінмін. Соның салдарынан арамыз бұзылды. Содан кейін маған күмәнді төрешілер шешімдерін бере бастады. Салмақ жасай алмайтын қарсыластарды қоя салды. Келесі бір жылда Диас небәрі бір ғана жеңіске жетіп, 3 рет жеңілді. Әр жекпе-жек тең дәрежеде өтті, бірақ шешуші төреші үкімдері қарсыластарының пайдасына берілді. Жеңіл салмақтағы позициясын жоғалтқан соң Нейт жартылай орта салмаққа көтерілді. Жаңа салмақта ол каратэден қара белбеу иегері Рори Маркхемді нокаутқа жіберді. Және кәсіпқой боксшы Маркус Дэвисті тұншықтырып жеңді. Алайда кейін 2 рет қатарынан жеңіліп, дивизионның соңына сырғыды. Сол арада UFC-ге Ник Диас қайта оралды. Осы кезде Нейт жартылай орта салмақты ағасына қалдырып, өзі қайтадан жеңіл салмаққа түсуге шешім қабылдады. Қайта оралғаннан кейін бұрынғы Прайд чемпионы Таканори Гомимен жекпе-жек түсті. Бір кезде Ник пен Гоми Прайд рингінде нағыз соғыс жасаған болатын. Бірақ Нейт ағасынан айырмашылығы атақты жапонды небәрі 5 минутта тоқтатты. Келесі қарсыласы дивизионның басты үміткерлерінің бірі Дональд Цероне болды. Екеуінің арасында жекпе-жекке дейін ақ ашық өшпенділік пайда болды. Октагонда бұл текетірес жалғасын тапты. Сол кеште Нейт мансабындағы ең үздік өнерін көрсетті. UFC рекордтарын орнатып 238 дәл соққы жасады. Ол ковбойды күйретіп жеңіп, төрешілердің бір ауызды шешіммен басым түсті. Одан кейін Нейт мансабындағы екінші рет турнирді басты жекпе-жек ретінде басқарды. Бұл жолы қарсыласы Джимми Миллер. Соңғы 10 жекпе-жегінің 8-інде жеңген. 5 рет мерзімнен бұрын аяқтаған тәжірибелі ардагер Стоктың жігітіне ештеңе қарсы қоя алмады. Диас толық үстемдік жасап, Миллерді алғаш рет мерзімнен бұрын жеңген спортшы атанды. Үш жеңістен кейін Нейт Бенсон Хендерсонға қарсы титулдық жекпе-жекке шықты, бірақ бұл мүмкіндікті пайдалана алмады. Бүкіл айқас бойы айтарлықтай ештеңе көрсете алмай, тек өзіне тән қылықтармен есте қалды. Бұл жеңіліс қара жолақтың бастамасы болды. Титулдық сәтсіздіктен кейін Диас Страйкфорстың бұрынғы чемпионы Джош Томпсонмен кездесті. Бұл Нейттің мансабындағы алғашқы нокаутпен жеңіліс еді. Жеңілістен кейін ол Грей Мейнардпен қайта кездесіп, бірінші раундтың ортасында қарсыласын құлатып, төреші араласқанға дейін соққылап, жеңілісін жапты. Алайда кейін ол дивизионның 3-ші номері Рафаэл дос Санчеспен кездесті. Бразилиялықтың қысымына төтеп бере алмаған Нейт 2-ші раундтың соңына қарай әрең тұрды. Соңғы 5 минутта арқасымен өткізгенмен жекпе-жекті соңына дейін жеткізді. Бірақ төрешілер шешімі қарсыласының пайдасына шықты. Ол ешқашан үлкен жұлдыз бола алмады. Ол ешқашан ағасының көлеңкесіне шалмады деген сөздер жан-жақтан естілді. 4 жекпе-жектің 3-інде жеңілген Нейт рейтингтің 15-ші орнына дейін құлдырап, титулдық жарыстан шығып қалды. Бұл ащы шындыққа айналуы мүмкін еді, бірақ Стоктың жігіті ешқашан тағдырға мойынсынған емес. Осы жылдар бойы мен UFC үшін адал сарбаз болдым, бірақ бір сәтте көзім ашылды. Мен ешқашан жекпе-жек сұрап жүгірмедім. Кез келген қарсыласпен шығуға дайын болдым. Ал жауап ретінде тек әділетсіз көзқарас пен күлкілік гонорар алдым. Мен сарбаз ойлау жүйесінен бас тарттым. Өзім үшін маңызды нәрсені ғана істеуім керек екенін түсіндім. Сол сәтте өзіме әрекет ететін уақыт келді дедім. Нейт бір жыл бойы көрінбей кетті, бірақ кейін кенеттен оралып рейтингтің 6-ші номері Майк Джонсонмен жекпе-жекке шықты. Джонсон соңғы 5 айқастың 4-еуінде жеңіске жетті.
Букмекерлер де, жанкүйерлер де оны айқын фаворит санады. Алайда бұл жолы ММА әлемі Нейт Диастың жаңарған нұсқасын көрді. Ол тек қуатты әрі мығым көрініп қана қоймай, бұрынғыдан да жылдам әрі дәл соққы жасай бастады. Кей сәттерде Стоктонды Джонсонды мүлдем дәрменсіз етіп көрсетіп, сонымен қатар әзілдеп, мазақтауды да ұмытпады. Бір ауызды шешіммен жеңіске жеткен Нейт дивизионның элитасына қайта оралды. Бірақ ең қызығы жекпе-жектен кейін болды. Жекпе-жектен кейін Нейт Диас Конор Макгрегорге ауыр сөздер айтты. ММА әлемі Нейттің микрофон алдындағы батылдығына тағы да тәнті болды. Дегенмен көпшілік Стоктон жігіті мен ирландиялықтың жолы түйіспейді деп сенді, бірақ жағдай бәрін өзгертті. Жеңіл салмақ чемпионы Рафаэл дос Аньос жарақат алды. Оның орнына шығуға 10 шақты жауынгер дайын еді. Бірақ Дана Уайт таңдауы Диасқа түсті. Турнирге небәрі 11 күн қалғандықтан жеңіл салмақтағы Диас пен жартылай жеңіл салмақтағы Макгрегордың жекпе-жегі жартылай орта салмақта өткізуге келісілді. Жекпе-жек қарсаңында Макгрегор Диасты ашуландыруға тырысты. Оның соңғы айқаста небәрі $20 000 гонорар алған бетіне басты. Диас пен Макгрегордың текетіресі 2016 жылғы ең ірі турнир UFC 196-ны бастап берді. Алғашқы минуттарда Конор үстемдік етті, бірақ екінші раундтың ортасына қарай Нейт қарымта шабуылға шықты. Миллиондаған көрерменнің көз алдында ол ирландиялықты шаратсыздықтан күреске жүгінуге мәжбүр етті. Ал партиде оны бразилиялық жужу-судың сабағы күтіп тұрды. Бүкіл аралас жекпе-жек әлемі шокта қалды. Тек бір адамнан басқа. Бір кештің ішінде Нейт миллионерге әрі супер жұлдызға айналды. Оны танымал шоуларға шақыра бастады. Демеушілік келісім шарттар қарша жауды. Нейт Диас ақыры ағасының көлеңкесінен шықты деп ММА қауымдастығы жарыса жазды. Бірақ Нейттің өзі олай ойламады. Барлығы менен ағамнан асып түстің бе деп сұрайды. Бірақ мен ешқашан Никтен асып кете алмаймын. Мендегі бардың бәрі соның арқасы. Қанша көтерілсем де мен бәрібір ағасына қарап өскен. Соған еліктейтін бала болып қаламын. Алғашқы жекпе-жек тоқтатылған сәттен бастап Дана Уайт реванш дайындауды бастады. Қайта кездесу UFC 202 турнирінде өтті. Билеттер санаулы минуттарда сатылып кетті. Ал трансляция сатылымы рекорд жаңартты. Бірінші раунд Конордың пайдасына өтті. Екінші раундта Нейт шабуылға шықты. Үшінші раунд мерзімнен бұрын жеңіске бір табан жақын болды. Бірақ Макгрегор аман қалып, төртінші раундта қайта жанданды. Барлығы соңғы 5 минутта шешілді. Нейт алға ұмтылып қысым жасады. Соңында бар күшін гранден паундқа салды. Гонг соғылғаннан кейін жанкүйерлердің пікірі екіге бөлінді. Көпшілік Диасты жеңді деп санады. Бірақ төрешілердің көпшілік шешімі Макгрегордың пайдасына шықты. Нейт үшінші жекпе-жекті талап етті, бірақ промоушн басқа жоспар құрды. Диас пен Уайт арасындағы келіссөздер тығырыққа тірелді. Стоктондық басқа қарсыластармен шығудан бас тартып, уақытша мансабын тоқтатуға шешім қабылдады. Нейт 3 жыл бойы октагонға шықпады. Ақыры ұзақ келіссөздерден кейін ол бұрынғы чемпион Энтони Петтиспен жекпе-жекке келісті. 3 раунд бойы Стоктондық басым болып бір ауызды шешіммен жеңіске жетті. Бірақ дәстүр бойынша ең қызығы микрофон алдында болды. Нейт Диас Хорхе Масвидал туралы сөздер айтып, оны жекпе-жекке шақырды. Олардың жекпе-жегі аңызға айналған аренада өтті. Бәс тігіліп тұрғаны ММА-дағы ең қауіпті жігіт деген символдық титул. Бірінші және екінші раундтар Масвидалдың бақылауында өтті. Үшінші раундта Нейт қарымта қайтара бастады, ал Хоркенің бензобагы босап келе жатты. Бірақ чемпиондық раундтар басталар алдында дәрігерлер араласты. Жекпе-жек Диастың қабағы жарылғандықтан тоқтатылды. Бұл оның мансабында 12-ші жеңіліс еді. Тағы да ММА ортасында Нейт Диастың элиталық деңгейдегі жауынгер емес деген әңгімелер айтыла бастады. Бірақ кәсіби спорттағы 17 жылдан кейін мұндай сөздердің еш мәні қалмаған еді. Нейт 10 шақты жекпе-жекті төрешілер шешіммен жеңілді. Ол ешқашан чемпион бола алмады, бірақ оның жігерін сындыра алған бірде-бір қарсылас болмады. Диас ескі мектептің жауынгері, ол жеңіл қарсылас іздемейді, ойлағанын ашық айтады, демі біткенше шайқасады. Егер осы видеоны лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.